әлемге 3-ші дүниежүзілік соғыс қаупі төніп тұр. Таяу шығыстағы әскери қақтығыс қаупі белгілі және ықпалдан болған Ислам революциясы корпусының Иран генералы Қасем Сулейманидің өлтірілуінен кейін пайда болды. Ол 3-ші қаңтарда Бағдадта зымыран соққысы кезінде қаза тапты. ақш президенті Дональд Трамптың өзі Иранның жоғарғы лауазымды әскери қызметкерін жоюды бұйырған. Бұл қиын жағдайдың басы болды. Енді Иранның жоғарғы көшбасшысы Али Хаминей Сулейманидің өлімі үшін ақштан кек алуға уәде берді. Иран президенті Хасен Роухани генералды өлтіріп, ақштың ауыр қылмыс жасағанын мәлімдеді. Соғыстың осы кезеңін аяқтаудың жалғыз жолы Америка соққы алуы керек. Ол соққы жасады. Осыдан кейін ол жаңа циклға қол жеткізбеу керек деген кеңесші Али Хаминейдің сөздерін инотып айта кетті. Сонымен қатар Иранның мемлекеттік теледидары Дональд Трамптың басы үшін $80 миллион көлемінде марапатты жариялады. Сондай-ақ кеше Тегеран билігі елдің 2015 жылы Иран билігі мен 6 делдал елі арасында жасалған ядролық келісімнен толық шығу туралы жариялады. Ол келісім Иранның ядролық бағдарламасын елге қарсы халықаралық санкцияларды алуға айырбасты шектеуді көздеді. ақш президенттің өзі үнсіз қалмады. Ол Иранды санкциялармен қорқытты. Ал осы жағдайға сіздің ойыңыз қандай? Пікір қалдыра кетіңіз.